Абай атамыздың трагедиясы ол мына неде Тәуратта айтады ғой, адам саналы болған сайын дейді, дана болған сайын оның көтеретін жүгі де ауыр болады дейді. Негізі адам топас болған сайын өмір сүру жеңіл болады. Әр нәрсені ойламайды. Әр нәрсені ойламайды. Иә, топас болған сайын анда Абай айтады ғой, кейде ойлаймын дейді, осы бір ақымақтықты бір ғанибет па деп ойлаймын дейді. Әбден шаршайды ғой саналылықтан, даналықтан. Өйткені сен дана болған сайын, сана болған сайын бүкіл елдің қайғы қасіретін көтересің ғой, көресің. Сонда Абай атамыз әбден шаршағанда өзінің алғашқы ұстазы тәте дейді ғой, Құнанбайға жүгінеді ғой. Сонда басына барып кісе белбеуді мойнына салып сұрады дейді, тәте, әруақ тер едің ғой. Мен шаршадым деп айтты.